Қайырлы күн оқырман, сіздермен бірге бүгінгі тарих мектебі каналы тағы да жүздесіп отырмыз. Каналға тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бүгінгі біздің сіздерге ұсынатын тақырыбымыз Берел қорғандары. Берел қорғандары сақ дәуірінен сақталған тарихи ескерткіш, оның кейінгі ұрпаққа беретін мұрасы өте зор. Жалпы Берел қорғаны Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Бұқтырма өзенінің оң жағалауында орналасқан. Берел қорымын ең алғаш 1865 жылы Вильгельм Радлов зерттеп, ең алып нысан үлкен Берел қорымы деп тапса, 1998 жылдан бастап халықаралық қазақ-француз экспедициясымен бірге жетекшісі Зейнолла Самаш қорған жаңа жоба әзірлеп, бірнеше қорғандарды зерттеді. Және сонымен қатар осы Берел қорымынан бүкіл әлемді дүр сілкіндірген үлкен олжалар тапты. Берел қорымы Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Бұқтырма өзенінің оң жағалауындағы Берел ауылынан оңтүстікке батысқа қарай 7-8 километр жерде орналасқан. Қорым солтүстігінде Берел және Бұқтырма өзендерінің қосылған жерін, оңтүстігінде Қансу өзенімен, ал батысы мен шығысында таулармен шектелген Бұқтырма өзенінің оң жағасында орналасқан. Сақ және түркі кезеңдермен мерзімделетін 70-тен астам обалардан құрылған қорым 4000 шаршы метр жерді алып жатыр. Қорымдағы ең ерте обалар біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларда үйілген, ал кейінгілері көне түркілер дәуірімен мерзімделеді, яғни біздің заманымыздың 7-8 ғасырлары. Жалпы Зейнолла Самашев зерттеген осы Берел қорғандарының ішінде таңырқататын ерекше олжа болып, осы 13 жирен жылқы жерленген Ханзада мен Ханшайымның табыты табылды. Бұл табыттарды қалпына келтірілгеннен кейінгі әшекей зергерлерінің өзі таңдай қақтырмаса болмады. Хан мен Ханзаданың антропологиялық зерттеу жұмыстарынан кейінгі анықталған жас мөлшерлері бұл екеуі анасы мен баласы болуы керек деген тоқтамға келді. Олардың жанына тірі кездеріндегі қолданған заттары қатар көміліп, ағаш табытты, яғни саркофагты ерекше айрықша дизайнда жасап көмілген. Ханзада мен Ханшайымның жанына 13 жирен жылқы қатар жерленді. Ерекшелігі неде? Ерекшелігі сонда, олар осы екі ханзаданы соңғы сапарға апара жатқандай салтанатты түрде безендірілген. Яғни қабірдегі жылқылардың орналасу тәртібін сіздерге Зейнолла Самаш қалпына келтіріп көрсетіп берді. Олардың үстеріндегі ер-тоқымы, асқазандарындағы жеген тағамы, ауыздарына бекітілген ауыздықтары, тіпті қошқар мүйізді жетекші тобына дейін сол күйінде сақталған. Оның ұзақ уақыт жақсы сақталуына Зейнолла Самашевтың зерттеуі бойынша айтылғандай, жер астындағы тоң қабатының өте салқын температурада болуы, сонымен бірге дромостың салынуы жер асты жолының және де адамдарды бальзамдау әдісінің жақсы игерілгендігі көмектескен. Жалпы Берел қорымындағы осы саркофагтың табылуы ежелгі Египеттің пирамидаларындағы перғауындардың сақталуымен өзара байланыстырылады. Бірақ екі түрлі мәдениеттің өзіне тән ерекшелігі болғанмен, жерлеу дәстүріндегі ұқсастықтар әлі күнге дейін жауабын табылмай келе жатыр. Қазіргі күндегі Берел қорғанының үстіне осы мәдениеттің айрықша белгісі ретінде мұражай салынуда. Және қазір мұражай іске қосылды. Осы жерден 13 жирен жылқы жерленген мүрдені көруге болады. Берел қорғанынан табылған ерекше
әшекей бұйымдардың барлығы таза алтыннан құйылып, аңдық стильде безендірілген. Таңғаларлығы сол, өте жұқа деңгейде алтынның соғылу техникасы мен технологиясы әлі жауабын тапқан жоқ. Енді осы Берел қорғанына барған кезде сіздердің алдарыңызда осындай ерекше жануардың бейнесі күтіп алады. Бұл не? Бұл грифон. Аңыз ертегілерде кездесетін, патшалардың ұйқысын мәңгіге күзететін, қорқыныш атасын туғызатын грифон бейнелері. Бұл грифондардың атқаратын қызметтері ерекше. Олар патшалардың ұйқысын мәңгі күзетеді және олардың қабірлеріне өзгелердің қол сұғуына сақтайды деген ойда жасалған дейдіміз. Енді сіздерге тапсырма, Берел қорғандары туралы есімде қандай мәліметтер қалды, соны сіздер комментарийға жазып өтіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге жақсы тағы да мәліметтер бөлсін десеңіздер, міндетті түрде каналға жазылыңыздар.